Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауық етін көкөністермен арнайы пакетке салып пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен Лаура. Ең алдымен маған картошка, сәбіз, тауық еті, су, тұз, сары май, қара бұрыш, паприка, пияз және сарымсақ қажет болады. Барлық көкөністерді видеодағыдай турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып шығамыз. Тауық етін де бірге қосатын боламыз. Оған тұз, паприка, қара бұрыш және майымызды қосып аламыз. Ең соңында магидің осындай тауық етіне арналған дәмдеуішін қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жоғарғы жағында пісіруге арналған пакеті де бірге жүреді. Барлығын жақсылап араластырып алып, сол пакетіне салатын боламыз. Содан кейін жарты кесе суымызды құямыз, тамағымыз сочный болу үшін. Барлығын тағы да араластырып, қызып тұрған пешімізге 190 градуста 1 сағатқа қойып пісіріп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.